көріп отырсың ба? Мұнда костюмдердің әр түрі жинақталған. Біз пейнтбол ойнауға дайындалып жатырмыз. Және костюм таңдасам ба деп едім. Саған қайсысы ұнайды? Мынау ма? Әлде мынау ма? Міне, мынаған қара. Қандай әдемі? Әдемі екен. Эй, жалқаулар, сендерге жаңа тапсырма бар. Құлағымыз сізде, Басеке. Бірден Жапонияға аттаныңдар. Тамаша. Біліп қойыңдар. Ол жаққа көңіл көтеруге бармайсыңдар. Тапсырманы сол жерде айтамын. Сәлем, достар. Мынау Мицуко ғой. Сәлем. Коничуа, Мицуко. Аяжан, сен мені біліміңмен таң қалдырдың. Мен өздеріңді қонаққа шақырғым келеді. Қонаққа дейсің бе? Алақай, Жапонияға барамын ба? Сендерді асыға күтемін, достарым. Кездескенше, Мицуко. Күте бер, біз қазір-ақ ұшып барамыз. Солтүстікте жатыр тасы көнені. Оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескен күш аталады. Қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар ана. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар ана. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Бұйырғанды жақтырмаймын дедім ғой. Әй, мен неге бар жұмыс істеуім керек, а? Сен керемет ақылдысың. Ал сен кәмпит жегенді ғана білесің. Жапонияға қош келдіңдер, достар. Рахмет саған, Мицуко. Ой, қандай әсем. Мен сендерге көп нәрсе көрсеткім келеді. Неден бастасам екен, а? Біз бәрін көргіміз келеді. Онда императордың самурайлы қару-жарақтарынан бастайық. Мынау ма? О, сұмдық. Не деген масқара. Қару-жарақтар қайда? Бағалы қару-жарақтар ұрланған. Енді не істеді ма? Өте құнды заттар дейсің бе? Тұра тұр. Бұл ұрыларды білетін сияқтымын. Сотқарбай мен Бубу ғой. Және олардың қожайыны. Олар кімдер, а? Сотқарбай мен Бубу. Олар әлем бойынша әр түрлі көзге көрінерлік әсем заттарды ұрлап, мұражайларды тонайды. Ұрлықшылардың басшысы Дәу. Қорықпа, Мицуко досым. Біз оларды қалай қорқытуды білеміз. Ақтөсіміз тұрғанда бұл жолда құтылмайды. Асықпаңдар, қайда тығылса да тауып аламыз. Неден бастаймыз, елдос? Қару-жарақтар туралы дерек іздейік. Кәне? Қылыштары жарқылдап тұр. Тіпті самурайдың мәртебесін осы қаруына қарап айырыпты. Қылыштардың 20 түрі болған дейіне? Самурай соғыс кезінде қылышымен талай дұшпандарын жеңді. Онда әлгі қылышпен шайқасатындарды табуымыз керек. Мен оларға қазір алып барам. Ана қараңдар, кәмпиттердің қағаздары. Кім шашып кеткен? Тапсырма орындалды. Қару-жарақтар біздің болды. Қару-жарақ біздікі емес, менікі. Бұл жолы байқаңдар. Құп болады, Басеке. Мынау қандай орын, Мицуко? Қылыштасуға арналған зал ғой. Солай ма? Көрейікші. Кендо бұл сайысу өнері. Самурайлар қылышсыз жүрмеген. Бәсе, әртүрлі қылыштардың суреттері көп екен. Суреттерге қараудың өзі қорқынышты. Зәрем ұшып кетті. Сонымен бірге темір бетперделер жалдың зәресін ұшырған. Тірілдей бастадым. Жапонияда мұндай бетперделердің сан түрі болған. Бетперделер мұражайы да бар.
біз сонда барамыз ғой, иә? Ого, қаншама бетперделер. Қандай әдемі, әрі ерекше. Жапонияда бетперделер көптеп шығарылады. Тіпті олардың сиқырлы қасиеті бар деп, бойтұмардай қастерлейді. Айтпақшы, актерлары сахнада бетпердемен ғана ойнайтын театрларда бар емес пе? Ондағы актерлардың басты мақсаты бетпердеге жан бітіре ойнау. Жанды бетперделер. Мұнда басқа дүниелер тұр. Тағы да кәмпиттің қағазын. Айғақ, кәмпиттің қағаздары. Ұрылардың бірі тәтті құмар болды ғой. Ойлану керек. Қане Ақтөсім, ізде. Мицуко, бізді осы жерде күт. Біз қару-жарақтарды тауып орнына қоямыз. Ұрыларды қараңдар. Қару-жарақты беріңдер кәне. Алдымен қуып жетіңдер. Қару-жарақ па сендерге керегі? Қолға түстіңдер ме бәлем? Тәртіпке шақыршы. Сазайларыңды тартыңдар. Ой, берілдім. Ауырып кетті. Бәрі біздің қолда. Енді оларды өз орнына қою керек. Мұражай қонақтары тамашалай алатын болсын. Мицукоға барайық. Ұрылардың өзі құрған қақпанға түскенін айтайық. Мицуко, қару-жарақтар түгел ме екен? Достар, сендер қару-жарақты ғана емес, Жапония мұражайының құнды жәдігерлерін құтқардыңдар. Көмектескенімізге қуаныштымыз. Әбден қызыққа баттық қой. Біз енді үйге қайтуымыз керек. Көп рахмет сендерге. Тағы да қонақ болыңдар. Бұл бір есте қалатын саяхат болды. Ал өзің не істеп отырсың? Мен пейнтболға киетін костюмымды таптым. Көруге бола ма? Қандай әдемі. Самурайлардың қару-жарақтары қорғаныстың ғана құралы емес. Ол Жапон халқының мәдени мұрасы. Не трогай вот это вот, все говно не трогай. Ты держишь руками и